Жасөспірім Марко Полоның хикаялары. Теңіз қарақшыларының айлағында. 26 бөлім. Біз қарақшылардың кемесіне отырып, олардан әрен қашып құтылдық. Қазір Мозамбик бұғазы арқылы жүзіп келеміз. Теңіз алай дүлей, қолымыздан келетін алған бағытты ұстап отыру ғана. Алдымызда тұманның арасында жасырынып жатқан Мадагаскар бар. Біз ол жақта Шиланың анасын теңіз қарақшыларының капитаны акула тістен құтқарамыз деп үміттенеміз. Мына кемеге мінгеннің өкінем. Әрең жүзіп барамыз, Марко. Жақындап қалғанымызға сенімдімін, Луиджи. Оңға қарай сәл бұрылуымыз керек, Марко. Тағы ма? Компасты дұрыс қолданып келе жатқаныңа сенімдісің бе өзің? Тыңдаш, капитан Марко. Мен компасты жақсы білем. Сондықтан да оңға қарай сәл бұрыл деп айтып отырмын. Жарайды, мен алыс кетіп қалған жоқпын ғой. Өз жұмысымды жақсы білем. Ендеше Мадагаскар қайда? Достар, Жақындап қалғаныма сенімдімін деп айттым ғой. Ал мен компасты қалай қолдануды білетініне сенімдімін. достар. Не? Мадагаскар? Қалақай, таптық ау ақыры. Иә. Жоқ. Кемеміз тасқа соғылып батып барады. Бірақ әлі жағаға дейін жетіп алу керек қой. Енді қалай жетеміз, Марко? Әрине жетеміз. Маған бір ой келді. Бұлар бір-бірінен ажырап кетпейді деп үміттенем. Әлбетте ажырамайды. Жақсы сөз жарым ырыс. Енді біраз уақыт қайықпен саяхатқа шықпаймыз, егер тірі қалсақ. Егер... Фу-фу. Кеттік, тұрыңдар. Анамды құтқаруымыз керек. Аралдың оңтүстігінде акула тістің құпия мекені бар деп естіген едік. Қызық, оның анасы да қызы секілді бір беткей мекен. Көп замай оның да жауабын білерміз. Мә саған, бұл аралдағы өсімдіктерді бұрын соңды кездестірмеген екенмін. Жәндіктерді де таңғаларлық. Егер жейтін тамақ тапсақ, тіпті жақсы болар еді. Акула тістің ордасына жеткенге дейін еш нәрсеге қарайламаймыз. Не ғой, ол жаққа жету жайлы жоспарымыз қандай өзі? Тез жету керек. Қарақшылардың сазайын беріп, анамды құтқарамыз. Аман есен қашып шығу дегенді айтуды ұмыттың. Мұнда таңғажайып аңдардың мекендейтініне бәс тігемін. Олар ашыққанға дейін ғана таңғажайып. Ана тал фуфуды жеп қояйын деп жатыр. Масқара, ет жейтін ағаштар. Тұра тұр, фуфу. Фуфу! Бәріміз таңғасқа айналмай тұрғанда мына орманнан тезірек шығуымыз керек. Олар ағаш емес. Қара! Бұл қандай сиқырлы жаратылыс. Олар сиқырлы емес, Луиджи. Меніңше олар құбылғылар ғой. Бірақ олар мүлдем көрінбейді ғой. Көрінбейді емес. Олар жасырылған. Жасырынған дей ме? Жасырылған, Луиджи. Бұл аңдардың қоршаған ортаға сай бейімделіп, жауынан қорғану үшін және азығын табу үшін керек. Кей жануарларда қоршаған ортаға сай жасырынып қалуға мүмкіндік беретін табиғи қабілеті бар. Мысалы, жолбарыстың жолақтары. Олар биік шөптердің арасында жүріп бара жатқанда көрінбейді. Осылайша олар кезекті жемтігіне тым жақын, секіретіндей қашықтыққа дейін келеді. Басқа жануарлардың денелері жер секілді тым жалпақ бола алады. Олар әдіс арқылы аспанда аңдып жүрген қырандар мен бүркіттерден қорғанып, көлеңкесін жасыруға мүмкіндік береді.
Ал кейбір жәндіктер айналаға сай болу үшін түсін өзгертеді. Осы арқылы қауіптен сақтанып байқалмайды. Сегіз аяқтар мен құбылғылардың құбылу қабілеті өте ерекше. Жасырыну өте тиімді. Ол сиқыр емес. Оның бәрі акулатыстың ордасын табуға көмектеспейді. Кеттік. Бұл жақта жасырынатын қабыламдар, аюлар мен арыстандар жоқ деп үміттенем. Егер бар болса да, оны байқамастан бұрын тарпа бас салады. Мына ағаштарға не болды екен? Олар алып сәбізге немесе брокколиге ұқсайды. Міндетті түрде тамақ туралы айту керек пе? Түскі ас ішкім келіп кетті ғой. Қонатын жер тапқанға дейін тоқтамаймыз. Шынына келсек, мына ағаштардың бірінен өгіз арбамен өтуге болады. Олардың бәрі өте үлкен. Мынау да үлкен екен. Ол не, Луиджи? Кешкі ас. Луиджи. Мына жұмыртқаны туған тауықтың көлемін елестете аласың ба өзі? Иә. Не болса да оны көргенде қашпайтыныма сенімдімін. Мен ойлағаннан да үлкен екенсің. Жұмыртқаны таста, Луиджи. Бірақ бұл кешкі асқа керек. Қап. Ай, жарайды, сен жеңдің. Меніңше ол маған өкпелеп қалды деймін. Оны жақсы түсінем. Бір күнде Мадагаскарда көргеніміз жетер деп ойлайым. Ет жейтін ағаш, сиқырлы жануар, алып аңдар. Менің асқазаным шырылдап жатыр. Міне. Иә. Осы жерде түнеуге де болатын секілді. Жарайды, Луиджи. Қалағаныңша мангоға тойып ал. Себебі ертең таңғы асқа тоқтамаймыз. Алып қыз қайтып келді ме? Компасымды таппай қалдым. Меніңше ағашқа өрмелеп жатқанда түсіріп алсам керек. Оны табамыз. Анаңды да табамыз. Марко, егер анам мені танымаса ше? Танымаса? Өте көп уақыт өтті. Егер уақыт өте келе, мен өзгеріп кетсем ше? Оның дәл алдында тұрсам да, ол мені көрмесе ше? Олай болу мүмкін емес, Шила. Сен секілді сенімді болсам ғой. Не істейтінімді білмеймін. Егер ол... Саған Венециядағы айлақта жоғалып кеткенім туралы айтып бедім? Ол кезде мен 3 жаста едім. Анам екеуміз әкемді қарсы алу үшін айлаққа келген едік. Ол ұзақ сапарларының бірінен оралуы тиіс еді. Ол мен дүниеге келмей тұрып кетіп қалған, сондықтан оны мүлдем көрмегенмін. Айналаны шарлап жүріп, адасып кеткенімді де өте кеш байқадым. Анашым! Марко, ешкім мені байқамады. Көрінбей қалғанда едім. Қорқып кеттім. Кенеттен мені іздеп жүрген бір адам көріп қалды. Тура маған қарады. Марко. Аллам. Әке? Әкем мені көрген бетте-ақ бірден танығанын айтты.
Ата-ана өз сәбиін бірден сезет. Шила, сені де анаң бірден таныйды. Рахмет, Марко. Маған осы оқиға ұнайды, Марко. Болды, ұйықтайық. Түн болды. Қайырлы түн. Қап! Бәлкім мен оны жөндей алармын. Уайымдамаңдар. Егер әр таң сайын күн сол жағымыздан шығып отырса, біз оңтүстікке бара жатқанымыз. Келесі жолы үлкен жұмыртқа тапсаң, тез кетіп қал, Луиджи. Дәл қазір қолымыздан келетіні осы ғана. Мына жаққа. Біреу бізді аңдып келеді, Марко. Луиджиге айтпайық. Білесің ғой, үрейленіп кетеді. Достар, Тамаша. Бізге қажеті де осы еді. Маймылдар. Меніңше лемурлар. Оларға папайя лақтыр, Луиджи. Луиджи! Не? Марко, қара! Капитан Акулатстың белгісі. Ол мұнда қайдан келген? Кім біліпті? Маймылдың соңынан ерейік. Лемур! Нартауы кел! Оны ұстағаннан кейін не істемексің, Шила? Акула тістің ордасына қалай баруға болатынын сұрайсың ба? Егер қажет болса сұрайым, оны қуып жетуіміз керек. Оны қуып жетуіміз керек. Оған қатты алаңдамас едім, Шила. Бірақ ол бізді Акулатстың ордасына апаратын еді ғой. Меніңше ертіп келді. мәссаған. Бүкіл ауыл қарақшыларға тиесілі. Біздің ендігі жоспарымыз қандай, Марко? Иә, менің анамды құтқару. Біз бас көз жоқ қарақшылар ордасына кіріп бара алмаймыз, Шила. Осылай айтатыныңды біліп едім. Бірақ оған біздің көмегіміз қажет. Білемін, бірақ ішке білдірмей кірудің басқа жолын табу керек. Білдірмей? Мен ешқайда білдірмей кірмеймін. Қарақшылардың сазайын берем. Шіркін, бізде фуфуды жеп қоймақ болған құбылғылар секілді көрінбейтін болсақ қой. Дәл солай, құбылғы. Бізге қажеті де сол, данышпансың, Луиджи. Біз құбылғымен қаруланамыз ба? Жоқ, Луиджи, біз өзіміз құбылғы боламыз. Кеттік, менің артымнан еріңдер. Осы қулық арқылы жолымыз болады. Бізге керегі қарақшылар секілді әрекет ету, сосын білдірмей ішке кіреміз. Фуфумен бірге әлі талайды бағындыратын секілдіңіз. Анаңды іздеп табайық. Ұмытпаңдар, біз қарақшымыз. Қайырлы таң, бауырам. Ой, бәріңе. Көргенме қуаныштамын. Інжек, бұлай тұр. Күніңіз жақсы өтсін. Қайырлы күн, бауырам. Көргенме қуаныштамын. Олардың әрекеті қарақшыға ұқсамайды.
Олар өздерін қарақшы еместей көрсетпек. Бізді алдай алмайды. Қарақшылардың тамағының дәмі қандай болады екен? Бұл ойың тамаша, Луиджи. Немене? Достар, дәл қазір тамақ ішіп отыратын уақыт жоқ. Біз осылай ғана анаңды қайда ұстап отырғанын біле аламыз. Қарақшыларды әңгімеге тартайық. Маған сен, Шейла. Бауырым, тіске басар бірдеңе беріп жіберші. Қарны шырқырап тұрған қарақшыларға беретін бірдеңең бар ма? Жоқ дегенде білдіре ме? Сендер сонда кімсіңдер? Мен капитан Маркомын. Оңтүстік Қытай теңізінің қарақшысымын. Мұнау менің командам. Біз мұнда капитан Акулатыспен жолығуға келдік. Акулатыс өте қауіпті қарақшы. Қарақшы болуға тым кішкентай емессіңдер ме? Капитан Акулатысте қандай жұмыстарың бар? Соны айтыңдаршы. Бұл капитан Акулатыс екеуміздің шаруамыз. Қарақшы мен қарақшы ретінде. Иә, өте қорқынышты екен. Солай секілді. Оңтүстік Қытай теңізінің қарақшысымын дейсің бе? Ендеше жүрек жұтқан қарақшы Викрамды және оның әйгілі кемесі Левиафанды білетін шығарсың. Я, Викрам екеуміз егіз секілдіміз. Өткен айда екеуміз түскі ас ішкенбіз. Міне қызық. Викрам осыдан 30 жыл бұрын жоғалып кетіп еді. Шымба? Оу, ендеше оны іздеп табайық. Қаш! Жоқ, абайла. Ана балаларды тоқтатыңдар. Тезірек, не күтіп тұрсыңдар? Ұстаңдар. Бері келіңдер. Жоспарың тамаша, Марко. Мен оны алдап түсірмек болған едім. Ұстаңдар. Меніңше ол біраз абдырап қалған секілді. Бәлем, қолға түстіңдер ме? Мұның бәрі тоналған байлық болуы керек. Қандай қарақшы? Манго? Қаш! Ұстаңдар! Тоқтаңдар! Қолға түсті деген осы. Ей, кеттік. Бері келіңдер, балалар! Бері келіңдер! Ұстаңдар оларды! Тоқтаңдар! Луиджи! Ей, тоқтаңдар дейм сендерге. Бері келіңдер! Енді не істейміз? Ойланып тұрмын. Ойланып. Тез ойлан, капитан Марко. Қане? Мұна жаққа. Иә. Жоқ. Бұл соңғысы, капитан. Айя. Шейла! Оңбаған неме. Сендер өзі кімсіңдер? Кахлил, мұнда не болып жатыр? Түсінсем бұйырмасын. Анашым.
Анашым, мені таныдыңыз. Сені кез келген жерде таныймын. Ана әрдайым баласын таныйды. Қорықпаңыз, анашым. Біз мұнда сізді капитан Акулатистен қорғауға келдік. Иә. Ол капитан Акулатис емес. Не? Сендерге асыранды лемурды таныстыруға рұқсат етіңдер. Капитан Акулатис. Ендеше анау кісі кім? Ол ма? Ол капитан Кахлил. Менің күйеуім. Не? Сонда... Демек, сіздер қарақшы емессіздер ме? Жоқ, біз қарапайым саудагерміз. Бірақ шын қарақшылар бізді талай тонағаннан кейін капитан Акулатис туралы аңызды ойдан шығарған едік. Содан бері бізге ешкім тиіспейді. Бұл қулықтың тиімді тәсілі. О, жасырыну секілді ме? Қарны ашқан қарақшыларға арналған ыстық тамақ әзір. Қой. Сені ұзақ уақыт бойы іздедім. Артынан сенен айырылып қалғанымда мойындауыма тура келді. Бірақ ешқашан үмітімді үзген емеспін. Күндердің бір күні менің сүйікті Лиуамды қайта көремін деп сендім. Лиуа? Лиуа саған қойған есімім. Мағынасы қытайлық патшайым. Бірақ Шила да саған лайық деп ойлаймын. Әйтсе де, есімің қандай болғанына қарамастан, әрдайым менің қызымсың.